бізде Сако KZ каналында, оның жүргізушісі Әлин емес, Сағадат. Ал енді бүгінгі біздің видеоның тақырыбы мен монтажды қалай жасаймын. Көп осылай сұрайды. Мен екі приложение жасаймын, ол CapCut және Magicut. CapCutпен мен әртүрлі видеолар жасаймын, оны монтаждауға болады. Егер де осы видеоға 5 лайк жиналса, CapCutпен қалай монтаждау кереккенін үйретемін. Magicutпен мен авалар жасаймын. Мысалы, әртүрлі қала соғу, FIFA Mobile ойнадым. Бұның бәрін осы Magicutпен жасаймын. Осы Magicutқа кіреміз. Кірген соң осы жерде X-ті басамыз. Және әртүрлі кесіп алу, өңдеу, әртүрлі программалар. Бұның бәрі Play Marketте тегін. Мен әртүрлі авалар жасағанмын. Достар, осындай приложениемен мен монтаж жасаймын. Бүгінгі видеоның авасында осы приложениемен жасайтын боламын. Ал енді бүгін мен Magicutпен монтаж жасап көретін боламын. Мысалы, ең бірінші скриншот жасаймыз. Приложениеге кіреміз. Өңдеу. Жаңағы скриншотты таңдауымыз керек. Қазір. Міне осы аваны көрейік. Осы аваны әртүрлі жазулар жазуға болады, әртүрлі заттар жасауға болады. Және бұлай жақындатып, осылай жасауға болады. Және дайын болған соң, осы жермен эксперттау деген кнопканы басатын боламыз. Ал енді эксперттеп болған соң, біз YouTubeға кіреміз. YouTubeға кіреміз. YouTube'та біз қосу деген белгіні басамыз. Бейне жүктеп салуды. Әртүрлі бейне, мұнаны салайық мысалы. Келесі. Және мына жерде осындай зат тұрады. Бұл жерде регистрацияда өтесіз, таңдалған аваны қоясыз. Және сол аваны қойған соң размерін көріп, атын жазып сала бересіз. Ал енді CapCut Play Marketте тегін приложение. Бұл жақта регистрация ештеңе керек емес. Ал енді достар, видео ұнап жатса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. 50 подписчикке тезірек жетсек, мен өте қызық видео салатын боламын. Сіздерге сәттілік. Ал достар, осылай CapCutқа кіреміз. Мен осында барлық видеоларды монтаждаймын. Мынақты X-ті басамыз. Міне монтаждаған видеоларым. Мына FIFA Mobile'ның 2-ші сериясы. Көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер. Осында плюсикті басып, өзіңіз монтаждап бастай бересіз. Мен оны сізге кейін көрсететін боламын. Ал енді достар, видео қысқа болды.